Сәлем достар, сіздермен бірге Xenodales, және достар, бүгін біз дәл осы кішігірім маркеттің проектісіне текстура және түрлі түстер қоятын боламыз. Осы маркетке түрлі түсті светтер қоятын боламыз. Жалпы біз текстураны не болмаса түстерді қалай аламыз? Біз текстураларды интернеттен аламыз. Мұнда Google'дан текстура деп жазамыз. Google'дан текстур wall десек, бізге осындай дуалдың суреттерін шығарып береді. Біз қалаған өзіміздің кез келген текстурамызды аламыз және папкаға сақтаймыз. Рабочий столдан папка создавать етеміз. Мен өзіме создавать етіп алғанмын. Бізде мұнда қарайтын болсақ, мен өзіме папка создавать етіп алғанмын. Дәл сіздерде сөйтіп тартып алсаңыздар болады. Өзіңізге керекті текстуралы тартып алу керек. Енді біз өзіміздің проектімізді өте берсек болады. Міне достар, көргендеріңіздей біз енді мұнда біз модельдеу студиясынан текстуралау студиясына өтеміз. Перне тақтаны ауыстырамыз. Мына жерде shading editor деп тұрады. Бізге керекті shading editor. Және мұнда қарайтын болсақ, біз өзіміздің объектімізді белгілейміз. Мұнда основной материалдың түсін белгілеу үшін дәл осындай бірінші материал шығады, және бұл материалдың атын біз маркет деп жазамыз, шатасып кетпеу үшін. Жалпы достар, бізде көріп тұрғаныңыздай слот 1 деп тұр. Слот 1 дегеніміз бұл основной свет, основной түстер, основной текстуралар. Біз егер слот 2-ні создавать ететін болсақ, бұл екінші түс болады, екінші материалға создавать ететін боламыз. Бірақ бұл екінші материал мұндағы текстке керек болады, слот 2. Енді біз мұндағы маркетті басамыз, бізде бірінші маркет керек болады. Және қарайтын болсақ, бізде бірінші маркетте принципал бізде кәдімгі бастапқы біздегі материал ашық тұр. Бізге бұл жерде сыртындағы дуалын ғана өзгерту керек болады. Біз ол үшін не істейміз? Біз өзіміздің тартқан файлды қайтадан тартып аламыз. Ол үшін біз мұнда тағы бір бет ашу керек болады. Ол үшін біз бұлай vertical split басамыз да бұлай бөліп аламыз. Және мұнда қарайтын болсақ, екі батырма тұр. Бұл екі батырма кез келген бұндағы қосымша функцияларды создавать ету үшін, қосу үшін керек болады. Міне бұл жерде біз өзіміз тартып алған суреттерді, не болмаса дыбыстарды, видеоларды тартып алсақ болады. Мен өзімнің текстура for Blender дегенге кіремін. Және мұнда қарайтын болсақ, біз өзімізге керекті нәрселерді тартып алғанбыз. Мен өзіме керекті тартып алған текстурамды таңдаймын. Міне мына жерде қарайтын болсақ, текстураның аты жазылып тұр. Біздегі wall stand деп тұр. Міне бұны біз мынаға әкеп қойсақ, мына жерде біздің текстурамыздың функциясы шығады. Және біз мұндай сарыны басамыз. Басып тұрып, base colorға жалғасақ, көріп тұрғандарыңыздай, бізді терезесімен қосып дәл осына текстура пайда болып кетті. Бұны біз дұрыстай аламыз. Ол үшін біз мұндағы функция бетін өзгерту керек болады. Бізге тек қана UV editor керек болады. Мұндағы төртбұрышты көріп тұрмыз ғой. Мұндағы сегменттер мына төртбұрыштың ішінде турланатын болады. Сондықтан біз мұндағы маркетті жалпы проектіні белгілейміз және тап батырмасын басамыз. Міне қарайтын болсақ, бізде жалпы текстура тұр. Мұндағы объектінің бүкіл сегментіне жалғанған. Енді мен бұл жердегі А батырмасын басып барлығын түгелдей белгілесем, мұндағы біздегі нүктелер мен сызықтар текстураның ортасында тұрғанын байқауымызға болады. Сондықтан біз мишканың оң жағын бассақ, бізде subdivide деп тұрады. Және астына қарайтын болсақ, UV on var face деп тұрады. Бізге smart UV project керек болады. Енді біз астына қарайтын болсақ, scale to bones деп тұрады. Дәл осылай басамыз, біздегі сегменттер, сызықтар, нүктемелер түзіленді. Енді біз мұнда А батырмасын бассақ, бәрін белгілеп алады. Және дәл осылай тартсам, біздегі объектінің текстуралары кішірейіп, рет-ретімен келетін болады. Алдыңғыдан қарағанда біздің текстурамыз кішірейген және біз көргеннен көрікті болып тұр. Енді бізге тек қана терезенің рамасы және терезенің ішін ғана өзгерту керек болады. Ол үшін не істейміз? Ол үшін біз өзімізге керекті жерлерін белгілеп аламыз. Ол үшін shift және alt батырмасын басып, дәл осындай үш бұрыштың сызығына бұрышына әкеп дәлдесек, біз осылай белгілеп аламыз. Міне достар, біз тереземіздің рамаларын белгілеп алдық. Енді мұндағы сызықты сәл тартып жіберейік. Мұнда қарайтын болсақ, біздегі жалпы проектінің текстурасы мұндағы stone текстура wall деп тұр. Біздегі
тас текстуралары, жалпы айтканда дуалдагы текстура мындагы терезе мен раманын материалын ем кеткен. Енді біз мына жерде карайтын болсак, слот деп тур. Біз слотто тагы да плюскты бассак, дәл осындай жаңадан материал ашып береді. Біз негізі алдын материалды дайнаган болатынбыз. Сол материалды бассак да бизге жеткиликти. Енді біз әдеттегидей мындагы функцияны өзгөртетін боламыз. Біз кайтадан файл браузерсты басамыз және мында карайтын болсак, бізде өзіміз тарткан текстураны чыгарып алатын боламыз. Ол үшін біз өзіміздің тартқан текстурамызды былай шығарып алатын боламыз. Біздегі керекті есіктің текстурасы. Жалпы біздегі есіктің текстурасы қоңыр болғандықтан бізде раманың текстурасына тура сәйкес келіп тұр, достар. Енді біз слотты басамыз және мұнда материал қарайтын болсақ, біздегі материалдың түсі есіктің текстурасына енгенін байқауымызға болады. Енді біз Async деп тұрады. Async деген басқан кезде біздегі рамалар есіктің текстурасына енеді. Және достар, біз ұмытпағанымыз жөн, бұның бәрі белгіленіп тұрғаннан кейін біз UV Unvars Face'ден Smart UV Project'ті қайтадан басамыз, сонда біздегі текстуралар өз орнына реттелетін болады. Енді біз жай ғана терезелерін ғана өзгерту ғана қалды, достар. Сондықтан біз тереземіздің бәрін белгілеп аламыз. Тереземізді дәл осы белгілеп аламыз барлығын. Достар, білесіздер, терезені белгілеу кезінде мен Shift және Alt батырмасын басу арқылы бәрін белгілеп қолданатын боламын. Міне достар, біз тереземізді белгілеп қойдық. Енді мұндағы үшінші слотты басамыз және Async батырмасын басамыз. Енді біз New батырмасын басамыз. Бізге материалға жай ғана текстура қосу керек болады. Біз өзіміз тартқан текстурамызды қоятын боламыз. Мұнда қарайтын болсақ, бізде шыны тұр. Мұндағы айнектерді аламыз. Айнек текстурасын аламыз және мұндағы color және base color жалғасақ, біздегі текстура өздігінен қойылатын болады. Міне достар, көргендеріңіздей, біздегі тереземіздің айнасы қойылды. Енді біз жай ғана UV Smart функциясын басу керек болады. Сондықтан біз Image Editorға басамыз. Және мұнда қарайтын болсақ, біздегі текстурамыздың сегменттері бүкіл жерді белгілеп тұр. Енді біз мишканы оң жағын басамыз және UV Unvars Face бен Smart UV Project басамыз және біз өзіміздің сегменттерімізді толық дұрыс қойып алдық. Енді біз жай ғана осылай созып тартамыз. Біздегі текстуралар енді түзіленді десек болады, достар. Енді біз мұндағы есігіне текстура беру керек болады. Біз жай ғана мұндағы материалды басамыз және тап батырмасын басып, мұндағы екі бетті жай ғана тағы да слот создавать ету арқылы біз айнек текстурасын қоя алатын боламыз. Бізде достар, көресіздер, көргендеріңіздей, бізде материал әлі ашылған жоқ. Материал ашпаймыз. Көп материал ашқанның арқасында бізде жұмыс прогресі өте ауыр болады. Сондықтан біз мұнда қарайтын болсақ, біз материалды мұндағы материал 01 деп тұр. Соны басамыз және Async батырмасын басамыз. Міне бізде есігімізге автоматтым түрде айнаның текстурасы қойылды, достар. Міне көргендеріңіздей, достар, енді біз маркеттің төбесінің кришасын түстерін өзгерту керек болады. Біз жай ғана текстура қоймаймыз, жай ғана түс қойыла салатын боламыз, достар. Слотты басамыз, қайтадан плюс батырмасын басамыз, new батырмасын басып, мұнда сұр түске қоятын боламыз. Жабықтау сұр түс. Әдеттегідей мұндағы материал 02-ні басамыз, сонда мен создавать еткен түске енетін болады. Достар, сіздер материал создавать еткен кезде бірінші орында аттарын жазып алу керек сіздер. Мысалы, мен терезе деп жазамын материалдың атын, терезе деп жазамын, сонда бұл материалдың аты түсінікті болады. Мұнда біздегі рама терезе десем, немесе рама деп қоя салам, рама тура десем, бұл түсінікті болады, достар. Достар, сондықтан әр материалдың аттарын жазып қойған дұрыс. Міне достар, көргендеріңіздей біз өзіміздің бірінші моделімізге текстура бердік. Текстураны қалай тарту керек және ол текстурамен қалай жұмыс жасау керектігі жайлы кішігірім ақпараттармен сіздермен бөлісіп кеттім. Сіздерге пайдалы болса лайк басып, каналға қолдау білдіріп кетейік, достар. Сіздермен келесі видеода кездескенше, достар.